Міне, құрметті қазақстандықтар, бұл Алматы қаласындағы республика алаңы. Қазір тікелей эфирде сөйлеп отырған менің есімім Аяна, журналист. Қазір халық жиналып жатыр. Алматы арена жақтан Момышұлы арқылы Абай көшесін кесіп өтті. Екі жақ жауып тастады, көліктер тоқтатылды, светофор өшірілді. Адамдар жиналып жатыр. Мына жерде құқық қорғау органдары, жасақтары тұр мына жерде. Қараңыздар. Сосын мына жерде биотуалет қойып қойыпты. Бұны түсінбедім, шыны керек. 3 күн бұрын қойылған. Иә, 3 күн бұрын қойылып қойыпты, шыны керек. Бұл алдын ала бір жоспарланған сәт пе деп қорқып та тұрмын. Өйткені Құдай сақтасын, осылай қазақ халқы елім жерім деп алаңдап отырғанда сырттағы жау келіп бізді қолданып кетпесе екен деген ойда туындайды. Бір жағынан Өте қорқынышты. Иә, өте қорқынышты. Біз шығып кішкене жаңа алаңдағы адамдарды да күтіп алғымыз да келіп бір жағынан, бірақ бізді жауып тастады. Біз де үйге қайта алмай отырмыз. Түнгі ауысым бір жағынан халықты ақпараттандырайын деп те қалдық осы жерде. Иә, түннен тыныш шығайық, түннен түгел шығайық ең бастысы. Талғат, ассалаумағалейкум. Әнұран айтып жатыр. Қарапайым халық айтты әнұранды, одан кейін. Иә. Мінекей, бұл Алматы қаласының әкімдігі, бұл республика алаңы. Көрдіңіздер ғой, жасақтар ана жерде тұр. Қазір мен жақындатып көрейін. Міне жасақтар тұр ана жерде тізіліп, көрдіңіздер ғой, дайын тұр бұлар. Бір как будто бір қақтығысты білетіндей. Негізі менің ойлаймда шыны керек. Иә, қайда скорый помощь көрмей тұр. Өтіп кетті ма? Мен негізі ойлаймда, егер құқық қорғау органдары, тіпті қорғаныс министрлігі де халықтың алдына шығып, орта алаңға шығып, бейбіт түсіндіріп, нақты конкретика енгізсе, бұлай халық Басталмай тұрып, иә? Иә, қатты уайымдамаста еді, бір жағынан жиналмаста еді деп ойлаймын да. Біздің билік өкілдерінің шыны керек, енді ешкімді жамандағым да келмейді, Құдай сақтасын. Бірақ негізі халыққа етене жақын болғанда дұрыс деп ойлаймын, өйткені халық живой общениені қалайды. Жаңа өзен тынышталмады, азаматтарымыз аман болсын, әумин. Баз емес, барлық қаларда шығып жатыр. Халық ашынды ғой, иә. Мен де бүгін ашынып таңғы сағат 6-ға дейін ұйықтамай, боқтап, пост шығардым шыны керек. Өзімді де айттым, елді де айттым. Бағасы түсті ғой, енді басқа да бізде проблемалар көп қой. Онда ашынып жатыр, әркім жиналған, әрбір халық өзінің проблемасын айтып жатыр. Оларда көп балалы әкелерде, көп балалы аналар да бар. Мына енді қаншама кредиттер кешірілсін дегенде тақырыптарда қозғалып жатыр. Шыны керек. Бәрі жақсы болсын иншалла. WhatsApp өшіп тұр, бәрімізде қазір енді жасамайды. Мобильный данный да жұмыс істемей тұр, Wi-Fi мен ғана тұр. Аман болсын. Осындай езі шынында. Жиналып жатыр, көрдіңіздер ғой адам. Жаңа жарты сағат бұрын адам болмаған мына жерде. Жарты сағаттың ішіне жиналған қауым осы. Адам болған жоқ. Біз сағат нешеде келдік мына жерге? 9:30-да келген кезде бұл жер ашық болған, көліктер жүрген, бір ғана полиция тұрды. Біз жолдан өтіп, ішке кіріп кеттік. Содан кейін бізді шығарған жоқ. Вот. Қазақстан азаматы талабы Еуразиялық одақтан Қазақстан Республикасы шықсын, антимонополиялық комитет баға қадағалап өсірмесін, дұрыс мамин өкіметі кетсін, депутаттардан неприкосновенность алынып саны азайтылып жатыр дейді. Елдің бәрі кредит, тамақ қайсына жеткісін. Аяна ханым, кешкі сәлем, бәрі жақсы болсын иншалла. Алматыда интернет сөнді. Мен де шығайын, бір жаурап қалам, тамақ. Момышұлдан примерно 1000-даған адам кетті, жетіп қалдау дейді. Иә, міне жетіп жатыр, келіп жатыр. Бәрін көрдік. Жақ енді көрінбейді бізге Абайын бойынан келе жатқан адамдар. Міне келе жатыр. Мына жақта келе жатыр.
ешкім төбелеспесе екен, ешкім өлмесе екен, о құдайым, өзің жар бола көрші. Біз енді әдемі жерде жұмыс жасағанымен өте қорқынышты жерде орналасқанына біздің жұмыс орнымыз. Уағалейкумассалам. 288 адам жиналыпты прямойымда. Міне адам келіп жиналып жатыр. Мына жерде биотуалет бар деп қоймайды дей ма? Биотуалетті жасап қойыпты. Міне келе жатыр. Енді көрдіңіздер ғой, негізі елдің, халықтың, жалпы мемлекет басшыларының, биліктің ең үлкен қорқынышы ол елінің ереуілге шығуы. Есесіне бір халық бар бірігіп, бір мәселені көтеріп жатса, кішкентай болса да бір мәселені әйтеуір шешілген сияқты болды. Ақтөбеде, Маңғыстауда газ бағасы 50 теңгеге арзандады. Злиха, газ подорожал, понимаешь? Газ, все дорожает на свете. Из-за этого чуть-чуть читай новости, дорогая. Газ бірінші сылтау болды, содан кейін барлығына үкімет ашынып кетті, үкіметті кетірсін деп жатыр енді. Оны біреу ести ма, естімей ма білмеймін. Я прям уже потолок болды. Бұл Алматы қаласы, Жансұлу, республика алаңы. Көрдіңіздер ме? Алматы қаласы. Ну, я тоже. Мына жақта мопедтермен келе жатыр. Мопедтермен келе жатқандар да бар. Мына жақта келе жатыр. Ана жақта көп мопедтермен, мотоциклмен келе жатыр, ар жақта. Енді арты ақмақтыққа ауыспаса дейміз. Және көріп жатыр. Қарапайым халық, жас балдар, иә? Төбелес кеуласып Келе жатыр. ғой, Талғат. Америкадан ұшып кел. Ел аман болсын. Біз жұмыста отырмыз, қамалып. Шығармайды бізді. Бізде шығайын десек, бір жағынан. Қорқып та тұрмын, екінші жағынан. Мен ана жерде от алсам біттім ғой, төбелес шығаратын білем да. Поэтому көтенемді қысып, жұмыста осы жерде сіздерге хабар таратып тұрайыншы. Астана квартира бағасын сіз үшін тапқан ақша квартираға кетеді үйде. Жандарым, сол мен түсінемін сендер. Өзім 10 жыл квартирада тұрдым, жандарым, сол. Зарплатымның 70% квартираға кететін. Қалған 30%-на өмір сүретінбіз. Әйтеуір сүресің, тірадан тіршілігін жасайды. Да, Таразда көтеріліп жатыр екен. Созамыз ғой, Иә. Айлықты. Сәлем, Чина. Чина, сен қайдасың? Алматыдасың ба? Қашан басталды? Шатаспасам, бүгін нешеде басталды? Низат, Митинг? 2-3 күн болды ғой уже бұл. Алматыда. Алматы, білмеймін. С утра, наверное, Бүгін уже. басталды, ертең болу керек. Я держу прямой эфир. Все хорошо. Эфир держу. Видите, народ... Кто-то подъехал, машина какая-то подъехала. Көрініп тұр ма?
Wi-Fi қосылып тұр, бізде и так мобильный данный не работает, WhatsApp не работает, родной. Менде шешем бар ғой, 25 жыл бойы, 30 жыл почти. Почта саласында қызмет етіп келе жатыр. Өткенде пенсионкасын тексергенде 2 миллионға жете ма, жетпей ма? Не үшін халқым үшін қызмет етемін дейді, не үшін кім үшін қызмет етті деймін да. Түсінбеймін да. Вот 53-54 жасқа келіп бір түкте еш нәрсе ала алмайды. Еще с апреля хотят поднять вот порог достаточности. Это площадь Республики в Алматы. Уже 5 минут назад такого скопления не было. Уже собрался народ, уже собирается, видите. Какая-то машина подъехала, но в основном все в мопеде. Здесь стоит туалет. Еще раз повторю. Рахмет. Там вот, короче, если так посмотреть. Wi-Fi включен, но интернет, вот мобильный доступ нету, не работает. Арена жақтан келе жатыр, я. Абай көшесін, проспект Абай полностью закрыли, площадь закрыта. Мы, в общем, на работе. Мы и специально решили остаться, чтобы все это снимать, чтобы вы были в курсе всех событий. Оршам жетіп жатыр ма? Арена жақтан келген адамдар ғой мыналар. Вот, мына жақта адамдар жүр тоже. Не істеп жүр, туалетке кірейін деп жүр ма? Құдай сақтасын, енді осындай адамдардан ғой барлық. Қимылдатпа, енді қимылдайтын адам шығармын, мен робот емеспін. Мына жақта нем бар ғой менің. Стой тұршы. Жаңалық оқыңыз, сосын түсінесің не үшін болып жатқан. Жақсы нәрсемен аяқталу керек. Ішінде біз білмейміз, іріткі салатын дұрыс емес адамдар да болады. Бастап жатқан адам мықты болса, аяғы да тәтті болады деп санаймыз. Так, мен қазір штативке телефонды қоям. Қозғалтып қоюға тырысам. О, Анастасия, мына ұсташы. Сен телефонын құлатып аласың. Ана ар жағын ұсташы. Жерге түсіп кетіп, қазір далаға шыға алмайсың. Әрірек жасашы, қазір. Мына жер, жоқ, құлатпаймын енді. Қайдасың? Алматыдасың ба? Сейчас я телефонды ыстырып қояйыншы, жоқ, пашамайттың. Адам деген көп. Алла көшеден тоже келіп бас жағынан да, оң жағынан да. Вот, видите, народ там идет, то идет. Салим, неме роду? Все за хлебом собираются. Неме народу дейміз. Ордада да осындай көтеріліс болып жатыр, я көріп жатырмын. Назарбаев көшесінде болып жатыр екен, Все, я поставила штатив. Жақын көрсетеді екен, жақын алмайды. Мінекей. Адамдар көп көрсетірім. Көп. Жастар өте көп. Көрдіңіздер ме, ана жақта келе жатыр әлі. Міне. Вот.
Құдай сақтасын, қанша сағатқа Дәл қазіргі сәт тікелей эфир. Тікелей эфир деп тұр ғой, прямой. Оқ атып жатыр ма? Жоқ, ешқандай да оқ атып жатқан жоқ. Құдай сақтасын. Түркістанда да болып жатыр екен митинг. Не үшін қырғын болып жатыр дейді Қырғызстанда. Қырғызстан президенті кетсін деп отырсыз. Прямойды сақтап қой. Сақтап қоямын обязательно. Иә, сақтап қоюға тырысамын. Аянада 1000 адам көп болып кетті да, 670 адам. Обязательно. Я дұрыс айтасың, мирный митинг болсын. Время 00:28 в Казахстане. Ан жақта салют атылып жатыр. Төбеде көрініп тұр ма? Салютты да атып жатыр ма? Салютты да атып жатыр, арғы жақта. Акиматтың үстінде ар жағында. Қарағандыда көтеріліп жатыр. Ана жақта адамдар келіп жатыр. Через мира келіп жатыр. Барлық жерде де болып жатыр, аудандарда да деп жүргізу. Роднойлар, я не могу по-другому. Вот это то, что есть, извините. Кім тиісіп жатыр маған? Өзі тиісіп жүрейін десе. Тиісіп болған шығар. Құдай сақтасын. Ана жақта бары. Ана жақта уже төбелес болған сияқты, жанжал шыққан сияқты. Болған жоқ, итеріп кіріп жатыр. Акиматқа қарай кіріп жатыр ма? Иә. Бәрін итеріп акиматқа қарай өтіп жатыр адамдар. Ане болды, бір кіріп жатыр міне. Иә, біреу кірді. Бірнеше адам кіріп кетті. Елки-палки. Ағашта да болып жатыр. Әне, уже басталды. Астанада ұрып салып алып кетіп жатыр бәрінде де. Бізде де сондай болатын сияқты. Мынандай көрініске қарағанда. Шығармай жатыр. Бір жағынан шығармай жатыр, екінші жағынан қорқып тұрмын да. Мен ана жерге барсам төбелес шығарам точно. Анан қара, кірді көрдіңдер ғой. Әне кірді. Акимат жаққа. Көріп тұрсыздар ғой. Бәрін итеріп өтіп кетті. Құдай сақтасын. Бұл Алматы қаласы. Алматы қаласы орталық алаң. Площадь Республики. Ана жақ өтті, болды, бәрі өтіп кетті. Бізді шығармайды, зданиені жауып тастады. Шығармаймыз деді, басылғанша. Үйлеріңізге де қайта алмайсыздар деп айтып отыр. Құдай сақтасын, бәрі аман болсыншы. Өте қорқынышты. Мына 664 адам. Жарым адам қарап отыр. Мадияр аға, сіз қайдасыз? Үйдесіз бе? Мінекей, бір көлік келді. Мінекей, бір көлік келді. Не көлік екені белгісіз. Көрдіңіздер ғой, әне, оң жағында. Қазір тұрсамыз. Бұл қарапайым адам болу мүмкін. Оны кім кіргізді екен көлікпен, ол бір. Мүмкін ол журналистерде шығар. Белгісіз, кім деп ойлайсыздар? Мінекей, жаңа алаң, республика алаңы.
жаңа ғана Алматы қаласының әкімдігінің алдына басып кірді митингішілер. Бұл Алматы қаласының әкімдігі, мына жерде жасақшылар тұрған қорғап, бірақ бұның барлығын жасақшыларды итеріп, қарапайым халық акиматтың алдына жиналып жатыр. Көрдіңіздер ғой. Минут дейді. Мадияр аға, сіз секунд сайын жиналып жатыр адамдар. Сіз біздің зданиедасыз ба, Мадияр аға, жұмыс орнындасыз ба? Ортада митингке шыққандардың ана жақта келе жатыр әлі адамдар. Көрдіңіздер ғой. Түрктерде бар. Маған бұл басқа елдің адамдар кеткен. Көбінесе Қырғызстан, Турция. Неге қарапайым халық акиматқа қарата кетіп бара жатыр. Не жарылды? Мағыстан, білмедім не жарылды. Не болып жатыр? Бұл фейерверк атылып жатыр. От шашулар артқы жаққа көрінбейді. Бірақ Алла сақтасын, бұл деген ең бірінші ойым автомат болған. Алла сақтасын. Бірақ фейерверк атылып жатыр. Жарық шырқ етіп жатыр. Егер экран бұл жерде сізге жеткізе алса, әрине. Мына жақтан әрине көрінеді. Уайымдамаңыздар, бәрі нормально. Фейерверки. Бірақ адам бір топ адамдар тарап жатыр ма, солай сезіліп қалды. Немесе Жоқ, барлық айтты жатты адам. Бұла жақ адамдар кетіп бара жатқандар да бар. Лайк баспаңдар, құдай үшін. Записать етеді қазір. Дұрыс айтасыз, пенсия жасына азайту керек. Пенсия жасына азайту керек. Менің мамам 30 жыл бойы Қазпочтада жасады. Пенсионкадағы ақша 2 миллионға жетпейді, не масқара деймін да ертең. Әше, ятшы, блин. Көтің әшейді шыны керек. Мирный болсын әрине. Көп нәрсе өзгертілу керек бұл жерде. Машина тығыныды емес, қарапайым халық. Қарапайым. Өйткені Мінекей машина. тұрыстап бара жатыр. Алматы қаласы, республика алаңы. Лайк баспаңдар, құдай үшін, пожалуйста. Қазір вообще лайкқа нем жоқ, менің желанием жоқ ше. Амондар білмеймін енді. Амондарды Ештеңе істеген жоқ, ештеңе істей алмады. Итеріп, Алматы қаласының әкімдігінің алдына жиналды, бірақ олар да жиналған секілді. Аз көрейік ана жерде. Міне, көрініп тұр ма? Не дауыс? Жаңбыр жауып концертте. Бірақ жаңбырдың дауысы емес. Бір су сияқты, Түсініксіз, дауыстар естіліп жатыр, дыбыстар. Жай прогулкада жүрген адамдар да жүр, ана жерде отырып, біреу темекі шегіп отыр. Фейерверк атылып жатыр, қымбаттастар. Акиматтың алдында жасақшылар акиматтың алдына есікті қорғауға тырысып жатыр, бірақ халық әзірге енді көзім жетпей тұр. Халық не істеп жатқан белгісіз, әйтеуір акиматқа басып кірді. Есігі жабық шығар деп ойлаймын. Фейерверк
фейерверк атып жатыр. Мына жерге де келген сияқты фейерверктер. Салют. Артқы жақта болу керек. Әзірге қақтығыс көрінбейді, құрметті достар. Я, әйтеуір Фурманов жаққа қарай бет бұрып жатыр көп адамдар. Бір-екі жер қоршаулаған темір нәрсемен не үшін алып келді, оның бәрін басып беретін белгілі. Жаңа алаң республикалық алтын адамның алдында жиналып тұрған, қозғалмай тұрған адамдар да бар. Бірақ Назарбаев көшесіне дейін жылжыған адамдарды да көріп тұрмын. Көрдіңіздер ме? Мінекей. Сол мынаяқ жағында Назарбаев көшесіне бет алып жатқандар да бар. Ол жақта не болып жатыр белгісіз. Не тарсылдатып жатыр? Бірдеңе тарсылдатып жатыр. Атылап жатқан жоқ екен, бізге тас лақтырып жатқан жоқ екен деп уайымдап тұрмын. Бізге тас лақтырып жатыр ау деймін бірінші этажға. Құдай сақтасын. Енді өз халқымыз өзімізді шұқып өлтірмейтін шығар деп ойлаймын. Бірақ бірінші этажда қатты қорқынышты. Расымен де біздің зданияның бірінші этажын таспен лақтырып есікті қағып жатқан сияқты кіргілері келіп. Өйткені астында бәрі естіп жүр. Какие-то резкие движения чувствуются. Қатты дыбыстар шығып жатыр, бірдеңені ұрып жатыр ау деймін. Бірдеңені қиратып жатыр, белгісіз нені маған көрінбей жатыр, құрметті достар. Бірақ біздің ғимаратқа әлде ешкім жақындаған да жоқ сияқты. Халық жай ғана қарап, бақылап тұр. Біз 6-шы этажда диретіп тұрмыз. Терезеге тиісіп жатқан жоқ, слава Богу. Салют шығар деп ойлаймыз. Салют деп есептей берейік. Так, акимат жаққа. Так. Акимат жақты бума түтіндеп тастады сол жерге. Көрдің ба, байқадың ба? Ешкім жоқ қасында. Қараңыздаршы. Акиматтың алды мына тұрған мына өруші. Мынау баспалдақтар негізі. Специально бір бума түтін ба бірдеңе жіберген ау деймін адамдар келмесін деп. Түтін болып жатыр, қап-қара, көрдіңіздер ме? Міне, таяқпен шыққандар да бар.
нұран кетті. Міне мына жерде де түтіндетіп жатыр. Не түтін, белгісіз қандай түтін. Мінекей халық, тағы қалың халық жиналып жатыр. Тағы келе жатыр Назарбаев көшесінен. Көрдіңіздер ғой. Кетті. Не болды екен тебе? Салюттың түтіні екен. Әзірге белгісіздік енді. Сіздердің бастарыңызды ауыртып жіберген жоқпын ба? Комментировать етпей ақ қояйын, комментировать етпей ақ қой десеңіздер. Бірақ енді көрінбей жатып көрдіңіздер ғой. Түтіндетіп тастап бүкіл жерді. Невозможно. Ничего не видно, видите? Ой, сақтасын. Что такое вообще? Глаза режет. Да? Фу. Лайк баспандаршы. Иісі жаман екен бұл. Түтіннің не болып жатырғаны белгісіз, ештеңе көрінбейді қымбат достар. Рұқсат болса, мен терезені жабайын. Тарап жатқан сияқты. Көрейік қазір не болатыны. Тым көрінбейді. Тамаққа тиіп жатыр, страшно тамаққа тиіп жатыр. Көзге тамаққа страшно тиіп жатыр екен. Бісміллах. Ой, жауып қояйыншы құдай. Бізге тиіп кетер. Қайдан шыққан газ, не екен, түтін екен да? Ербекте атылып жатыр, біреуге тиіп кетпес екен. Тым көрінбейді адамдарды көрейін десең. Қазір басқа жерден шығып көрейінші, ана жақтан. Жұмыстамыз, отырық. Қайда шықпай да отырық, барған жоқпыз үйге. Ужас. Біздің зданияның астында жүр адамдар. Да? Біздің зданияның адамда астында жүр екен. Так, мына жақтан да көрінбейді. Көрдіңіздер ғой. Мына жақтан да көрінбейді. Бірақ адамдар айқайлап жатыр. Фу. Тамаққа страшно тиіп жатыр. Газ пустили. Это что за газ, интересно? Ну, скорее всего, слезоточивый для спец какой-то, я не знаю. Я первый раз такой вижу. Ну, чтоб люди что там этого, что ли? Ну, чтоб разошлись. Разошлись? Ну, надеюсь, ничего большего не предпримет. Так, түтін тарап жатыр жаймен деп. Адамдар да азайған сияқты. Так, орныма барайын, я. Адам азайды, я. Біраз адам азайды. Қазір көрейік. Все уже расходятся, да, люди? Да их разогнали этим дымом. Ну, они куда-то... Их сместили. Да, в другом месте. Ну, также в другом месте и откроют, я так думаю. Ну, люди ходят вроде. Ходят, еще дышат. пахнет. Но их меньше стало, чем 5 минут тому назад. Что-то Что-то. бірдеңке атып жатыр. Ну, слышу, что на первый этаж что-то гремится. Адамдар жүр деп айтып отырмын ғой, бірінші этажда адамдар жүр. Дұрыс
дұрыс айтасыз, барлығы қымбатшылық болып кетті расымен де. Это площадь Республики 13, город Алматы. Хотя терезе жабық болса да, тамағыма прям ашып не келіп жатыр, дәм келіп жатыр. Даладағы адамдар точно тұра алмайтын дайынде. Да, Түтінде расходится. тамақты жыбырлатады екен өте. Жаман тамағың жыбырлады. Иә, менің тамағым жыбырлап, көзім ашып кетті. Ана жердегі адамдар қалай жүр? Қиқалақтап біреу кетіп бара жатыр. Кто-то гуляет вообще, кто-то сидит, курит. Только что курил, сидел. Да, это спецдым он пускает. Да. Это специальные машины какие-то. Адамдар жүгіріп бара жатыр, но уже люди расходятся. О, WhatsApp какой-то прилетел. Да ты чё? Или это что? Может, смс-ка? Ты же позачу. Так, там какие-то двери открываются в Акимате. Сейчас посмотрим. Или мне показалось? Нет, там эти военные или солдаты. Или Военные полиция. вроде стоят, но народу там особо нету. Ну да. Аж сюда этот дым лезет. Да, дым уже лезет в окно. Да, у нас здание тоже что-то в напряженном состоянии мы сейчас стоим, правда. Терезе жабық тұр, бірақ соның өзінде иіс кіріп жатыр. Дай Аллах, все будет хорошо, иншаллах, все будет хорошо. Аштық, мұрынды аштық. Люди расходятся, все спускаются с Акимата, кто-то там бегает. Мгм. Так там же дышать невозможно. Ну Как? да, мы здесь еле стоим, дышим, не знаю, как там люди ходят, я не знаю. Так, еще катается на самокатах. Ой, не на самокатах, На скутерах. на скутерах. Вот. Еще что-то было. И не видно, что происходит вообще. Вообще ничего не видно, дорогие мои. Но люди расходятся. Все, пока что прерываю прямую трансляцию, онлайн-трансляцияны изейін. Қазір түтін тарағаннан кейін жағдайдың мән-жайын айтып беремін. Ойбай, бисмилля, как громко, черт возьми. Но до сих пор дымится. Да, это- Еще дольше впустили газа. Мгм. Так, видимо, поняли, что люди разойдутся. Да нет, наверху вон ходят. Кухня и духа где-то. Да, воняет Причем, через закрытые. причем дым, смотри, идет прям вдоль площади. Он их туда как раз выгнал всех. Видимо, Ну вот, они вот тут вот взрывают. Такое впечатление, что это не салют, это они взрывают. Нет, да, это не салют, это вот этот дым. Я там окно открыл, у меня там такой дурак стоит. И здесь, блин. Вот, люди потихоньку расходятся, чуть-чуть здесь. Бисмилля. Бисмилля. Где взрывают? Не знаю. Түтіннің арасынан атып жатыр, бірақ белгісіз не нәрсе екен. Иіс көрінбай ішке кіріп кетті. Я ішке қой, ол емес ол слеза сочетит орысша нетпей. Короче, бірде газ, Көзді спецгаз. аштатын, Иә, көзді ауа жұттырмайтын. Иә, сразу тамағыңды жыртап, бір орында тұру Басқа мүмкін тиеді. емес бұл жерде, басқа тиеді. Тіпті біздің ғимаратымыз, тереземіз жабық болса да, ішке Осылайынан қойып кіріп қояйыншы. жатыр. Көретін болса.
терезеден әрі тұрып кішкене. Так, Абая мен не дейді? Так, кім қай жақта жазыңыздар, не істеп жатыр? Бізде осындай жарып кетті дейді. Да. Абай мен қазір өтіп барады, правдамен кетті дейді. Так, кашамыз алматы. Газ атып жатыр дейді. Я газ ғой атып жатқан, не болсын құрсын. Салем, Анвар, салем. Игнор емес. Бісміллә, бісміллә. Салют па, газ ба? Газ, салют емес. Газ. Өйткені мынаның ортасынан атылып жатыр да, түтіннің аспанға емес, жерге, қатты аспанға емес. Кто там? Ой. Так, көзім ашып кетті уже. На скутерах катаются, люди ходят, до сих пор что-то взрывают. Уже громче было на этот раз. Видите? Бисмилля, бисмилля. Құдай сақтасын. Дауысы жаман ақ. Құдай сақтасын. Ой, бала терезені зірілдеп кетті ғой. Терезені алшақ тұрайыншы. Мынаны қараңыздар. Атыс болып жатыр, біреу-біреуіне атысып жатыр. Атыс болғанда бірдеңе лақтырып жатыр, Құдай. Адамдар тұр. Түтін тарап жатыр, байқадыңыздар ғой. Тарқап жатыр түтін. Папушка вниз. Ужас, тамақты жұрт жіберді ғой, аналар қалай өмір ана жерде жүріп. Ужас. Құдай сақтасын. Билік Ақтауда жүр дейді. Алматы қаласы бұл. Газды тағы жіберіп жатыр. Газ тағы жіберіп жатыр. Одан да қалың тұман, қалың түтін. Формулық жақтан, Назарбаев жақтан жіберіліп жатыр. Адамдар тарқасын деп. Көрдіңіздер ғой, тұман қалың жерде. Мен қазір мұрнымды жауып тұрмын. Иіс тіпті ішке де кіріп жатыр. Тамақты жаман жыртады. Көрдіңіздер ғой, тұман қалыңдап жатыр.
таратылып жатыр, әйтеуір газ жіберіліп жатыр. Адамдар тарқамайды. Мен қазір комменттерді етейін, көріп тұрған Өте нәрсені. қорқынышты шынымен де. Мына зданияда тұру астында деген білмеймін. Бірдеңке. Көрдіңіздер ғой. Халықтың намысы, ары, қазақылығы, өжеттілігі тіпті мына газдан да мықтырақ. Өйткені халық тұр әлі бір орында. Тіпті біз ғимараттың ішінде тұрсақ та мына иіске қатты қиналып тұрмыз шыны керек. Иіс қатты келіп жатыр. Тамақ жыртып жатыр, мұрынды бітіп жатыр. Көзді ашытып жатыр. Халық шулап жатыр әлі. Жүгіріп бара жатыр сол жаққа қарай. Назарбаев жаққа жүгіріп бара жатқан жұртшылықта бар. Республика алаңынан жүгіріп бара жатыр қазір. Алаңда тұрған бір топ жастар жүгіріп бара жатыр, көрсеңіздер. Так. Бірақ газ әлі атылып жатыр. Төменгі жақ. Ойбай, мынау деген ужас қой, мынау масқара ғой. Астағфираллах, Алла сақтасын. Адамдар бұдан да бетер газды жіберді ау деймін шамасы. Біреу жүгіріп жатса, біреулер тұр орында. Мына жерлерде жүгіріп жатқан жігіттер де бар. Біз жұмыстамыз. Көбінесе жиналғандар ер азаматтар. Бірақ енді мына иіс біздің жұмыстың ішіне де кіріп кетті. Тамақты өте қатты ашытып жатыр. Бізде тряпка бірдеңе бар ма еді? Не бар еді ғой, қалтамызда маска бар еді, маска көмектесе ма? Так. Республика алаңында тұрған жігіттер де бар, көбінесе ер азаматтар. Әйелдерді аса көп көре қойған жоқпын. Әрі бірдеңе жарылып жатыр, бара-бара дыбысы қатты болып жатыр. Звуки издаются все больше, тревожнее. Страшно немного, даже стены трясутся, аж зеркала, окна трясутся. Так, еще стоит, но меньше все равно до... Вот, Акиматовский свет отключился. Здесь был только что такой Акиматтың сырты, андай сарымен не дейтін еді, жылтырақтармен свет жанып тұратын үнемі. Қазір сөндіріп тастады. Так. Адамдар қайтып келіп жатыр, мінекей. Қайтып келіп жатыр. Тараған адамдар қайтып келіп жатыр. Так, біреу тумен жүр, біреу мопедпен жүр. Шапкам? Қолтығында шығар. Мына жақта темірмен, таяқпен де жүгіріп жүрген жастарды да көріп жатырмын. Құрметті жастар, Құдай үшін ақымақ болмаңыздар, ешкімді ұрмаңыздар. Насильно мил не будешь. Давайте бейбіт митинг болсын, заңды түрде. Неке адамдар жиналып жатыр, кетпей де жатыр бірақ. Бірақ дегенмен де 15 минут бұрынғы талпа жоқ. Так. Сонаны балса. Так. Кетіп бара жатыр. Қайда жиналып жатыр екен? Так.
халық, тек қана халық, аса милиционерлерді көріп тұрған жоқпын, тек қана акиматтың алдына жиналды ау деймін. Акимат толығымен өшті, бірақ телефонын жандырып тұрған жастар да бар. Көрсеңіздер, мінекейіңіздер. Телефонын жандырып бар екенін білдіріп жатыр мына жерде. Акиматтың толығымен жарығы өшірілді. Халық әлі алаңда. Так. Тағы не көріп тұрмын? Әкімшіліктің алдында жиналғандар да бар. Олар бір орында әзірге тұр, телефондармен жарықты көрсетіп, бар екендерін білдіріп жатыр. Халық қалың тұманнан, түтіннен. Біздің зданиені сындырып жатыр деп есіктің бәрін. Кім айтады? Охранник есіктерін кілттеп отыр. Біздің зданияның есіктерін сындырып жатыр деп естіп жатырмын. Біздің зданияның... Күзетші келіп, ескертіп кетті. Иә. Мына жерде әдейі суладым. Неге? Ескеп тұр деп. Біздің зданиені есігін сындырып кіріп жатыр дейді. Ой, кірмегенде шығар просто. Бірақ есіктерді, терезелерді сындырып кетті дейді. Арғы жақты, біз жақты емес, осы здание, бірақ арғы жақтары дейді. Ой, Алла сақтасын. Президент сөйлеп жатыр дейді хабарда. Не деп жатыр екен? Мінекей, жаңа алаңдағы площадь республикада адамдар таралып жатыр. Газды да тағы жіберіп жатыр ау шамасы. Ане жерде бірдеңе атылып жатыр, көрдіңіздер ғой. Не екен ол? Тыныштық болсын енді. Иә. Қорқынышты. Девчонки, окно открываешь? Нет. Короче, этот охранник ушел, там Ғимаратқа кірген жоқ дейді. Надеюсь, потому что бізде бір емес 4 есік бар, Мадияр мырза. Фурманов жақтан да бар. Так, 1, 2, 3, 4 есік бар. Ой, кірмейді шығар, бізде не жөндері бар деймін да? Қиратпай негізі бейбіт митингке шығуға болады ғой, қиратпай ақша. Сейчас прямой президент вещает по хабару, не знаю, телевизор бізде бар ма? Здесь телевизор есть? Ну ладно, потом посмотрим, что будет дальше. Так, здесь люди рассасываются, все меньше и меньше остаются люди. Даже цветінің барлығын өшірді. Да, в здании акимата уже около акимата ничего нету, никого нету, но люди потихоньку спускаются, видимо. Пару человек ходят туда-сюда. Там что-то горит, или мне кажется, там что-то горит. Или это елка. Я боюсь комментировать что-то. Вот, что-то там взорвался, не знаю. Что-то взрывается. Өртеніп жатыр. Где, что? Вот, она бұрышта, акиматтың бұрышында. Вот, там, Көрдің ба, өртеніп видите? Бля, все. Что там? Там что-то горит. Там что-то горит. А, да. Это что может быть? Слева был пожар, там уже пожарная машина подъехала. Да. Слева там горело что-то. Есть у вас что-то такое? Нет? Ну, люди рассосались, вроде бы нету. Да, у меня тоже горло чуть-чуть. Так страшно, Лёшка. Там что-то около здания акимата, что-то светится. Как будто бы что-то взрывается. Ну, как салют, типа. Ну, это вот эти дымовые гранаты. Ага, дымовые гранаты, говорят. Он, видишь, полетела туда, А, по траектории. Вот. Мгм. Ага. Сверху, что ли, что-то, Не значит, такое? открывайте. Нет, я не открываю. Нет, просто их, видимо, ими стреляют туда подальше. Ага. Так.
Ну, теперь не знаю, когда выйдем из этого здания, но точно сегодня не выйдем. Мы будем здесь спать. Ага, спать. А, какой спать, да? Их уже болатын енді. Пожрать что-то есть. Есть чуть-чуть. Да? Ну все, тогда вот как раз. Главное, вода есть, туалет есть. Жүгіріп жүр. Да? Этаждан этажға. Отлично. Что-то горит уже. Это не хапушка, это газ. Это давно горит, между прочим. Мгм. Да, потушили уже пожар там. Был пожар. А, нет, еще что-то горит. Вот слева, видите? Да, слева там что-то горело. Видите, там. Көршірейін. Они. Елка, походу. Нет? Ну да, кроме елки вроде ничего не видите, горит что-то. Неке көрсетейін. Қараңыздар. Все, людей не остаются, людей вроде бы нету уже. Ана жақта көріп тұрсыздар ма? Адамдарды білмейміз, аман ба? Аман шығар құрсын, потому что қатты андай қақтығыс естімедім, көрмедім. Тек я сразу мынандай дым жіберді да, и халықты Таратып таратып жіберді. жіберді. Акиматтың алдындағы адамдар төменге түсіп жатыр. Көрдіңіздер ғой не? Так. Бірақ әзірде әлде бірдеңе жандырып өртеп жатыр. Өртеп жатқан жоқ қой, бірдеңе атып жатыр, короче. Ар Бірдеңе жақта бірақ лақ- өртеп Әне, жатыр. тағы бірдеңе лақтырды. Кім лақтырып жатыр екен? Зәресін ұшырып. Что это? Что за звук внизу? Білмеймін. Вот, көрдіңіздер ма? Түтін қойған сияқты, ары қарай қалай қайда кетті екен халық? Неке амондар келе жатыр. Қайсы? А, не. Міне келе жатыр. Неке амондар келе жатыр, мына жақтан. Әнеки көп. Бағанағы амондар ау деме? Или жоқ тағы да? Басқа білмеймін. Неке амондар қоршап жатыр. Так, нені қоршап жатыр? Неге қоршап жатыр? Түсініксіз. Неге жиналды мына жерге? Неден? Адамдар уже жоқ, қалмады. Иә, адамдар міне жоқ. Бірақ Барлығы. амандар мына жерге жиналып жатыр. Енді алдын ала қайтадан жиналса деп жиналып жатқан шығар. Ой, адамдар кетсе басқа жерге барады қазір, табады олар деген. Жаққа барады, білмеймін. Меншікті журналистер бар шығар, бәрін жеткізетін шығар, қарапайым халықта. Қай жерге бара жатқанын көреді, жеткізеді. Мына ауамен біз зданиенің ішінде тұрып, тамағымыз қатты жыбырлап ашып жатыр мұрынмен. Так, міне атты. Мінеки атты. Атты. Көрдіңіздер ма? Қазір орнынан қозғалды. Даладағы Әне атты. мінеки. Олар екен ғой, солар екен, тарс етіп отқан. Амондар атып жатыр. Көрдің ба, ана дым кетіп жатыр. Иә, кетіп бара жатыр. Әнеки. Мінеки. Негізі бұлар баратқан кезінде жолдарын сөйтіп тазалайды ау деймін адамдардан. Қалып қойғандар да бар ма? Мынау кімдер? Қалып қойғандар. Адамдар ма? М. Жоқ, мынаның бәрі жүрген нелер ғой? Амондар ма? Амондар ғой. Адамдары жоқ. Бәрі Қарапайым амандар халық екен. жоқ. Барлығы амондар. Қайда кетті екен, енді қалғанын ғаламтор беттерінен көре жатарсыздар. Ал біз шықтық. Осымен тікелей эфир трансляциясы аяқталды, құрметті ағайын. Егер де өзгерістер болып жатса, міндетті Міндетті түрде түрде тікелей кіреміз. эфирге шығамыз. Түннен түгел шығайық бәріміз. Аман болыңыздар. Жұрт тыныш болсын, ел аман болсын. Ұйқымыз тыныш болсын барлығымыздың. Так, машина, не машина. Мына жерде кетіп бара жатыр. Сол билік өкілдерінің машинасы шығар. Болмаса журналистердің. Капитан, может, какой-нибудь.
Білмеймін ғой, кім машинада кім бар екенін. Ар жақтан терезеден су осындай ғой сол. Бар, ол ар жағында көрінбейді Бір ештеме, дейді. түтін. Мына жақта ғана көрінеді. Арғы жақ, Акимат толықтай өшірілді, көрдіңіздер ғой. акимат өшірілді. Свет жоқ, адамдар да Басында жоқ, өшіріп тастау тұрады. керек еді. Мына жерде кішкене амандар қалды. Күнде жұмысқа келеміз, еш нәрсені ойламайшы кейде бар ғой. Ойламай емес, мен всегда ойлаймын бар ғой. Да, уайымдайсың ба? Қорқынышпен келем. Әдемі жерде орналасқанмен здание самый опасный жерде да тұрғанымыз. Все, Барлық адам бір емес, бірақ бәрінен күтуге болады. Әркімнің ішінде ана ар не жақта жатқанын білмейміз. жасақтар ар жаққа қарай кетті, ар жақта да атылып жатыр. Все, құрметті қазақстандықтар, бәріңе рахмет. Түндеріңіз тыныш болсын. Түндеріңіз тыныш болсын. Өзгерістер болып жатса айтамыз, жариялаймыз. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Әзірше сақтап қоямыз Мгм. видеоны. Тікелей эфирді сақтаймыз.